Бір апта бойы ырық бермеген өрт әсіресе Қарқаралы ауданына ауыр соққы болды. Нұрмақов ауылдық округіне жеткен қызыл жалынмен арпалысқан 48 жастағы жергілікті тұрғын Самат Апашев қаза тауып, 2 адам ауруханаға түсті. Соңында 80 жастағы анасы мен әпкесі ғана қалған марқұм ерікті жасақтың тізімінде болған жоқ дейді Төтенше жағдайлар департаменті. Өңірде өзі өрт сөндіру жаңағы бөлімшелері екеуі ғана ғой. Қарқаралы елді мекенінің басында, сосын Егінбұлақта. Одан басқа техника жоқ. Сондықтан 2 техника Қарқаралының басында, 2 техника Қарабұлақ басында жұмыс істеп жатты. Оған енді көмек болып, жаңағындай ерікті жасақтар көмек жасап жатты. Бірақ мына кісілер ешқандай жасаққа кірмей, тек қана өздерінің жаңағындай көмек жасаймыз деп шыққан. Еске салсақ, шілдеде Ұлытауда шыққан өртте қайтыс болған 23 жастағы жігітті де құтқарушылар ерікті жасақ тізімінде болған жоқ деп мәлімдеген. Десе де аудан әкімі мал үшін жанын қиған Самат Апашевтың отбасына көмектесеміз дейді. Қарағанды бір заттарымыз бар еді, соны жеткізіп берсеңіз, соған ықпал жасасаңыз деп. Осы мен айттым енді, мен енді бір мойным алайын, мәжбүр машина тауып беремін, оны жеткізіп беремін. Содан кейін бір ана үйге бір специалист тауып берсеңіз дейді, анау паровой отоплениесі деген. Ол специалистімен тауып берем, тауып беріп кестіремін онда. Осы 2 шаруаны сұрап, мен кеше барып біліп айттым. Ал денесінің 18 және 24% күйік шалып, ауруханада жатқан 2 азаматтың жағдайы тұрақты. Оларға керек ем шаралар қолданды, кеше жансақтау бөлімшеге жатқызылды, бүгін бөлімшеге ауыстырылды. Жағдайлары тұрақты. Қоңыркүзде оттың тұтануын құтқарушылар өрт қауіпсіздігінің сақталмауымен байланыстырады. Бұл жолда өрт сөндірушілерге жалынды ауыздықтауға тұрғындар көмектесіп жатыр. Айгөз Тұрсынбай, Еркелан Тойболдин, Айбат жаңалықтар қызметі.